2010 жылдың желтоқсан айында Қытайдың Луронг Ю-26-82 атты траулері Чили мен Перу жағалауында 2 жылға созылатын кальмар аулау сапарына шығады. Кемеде 33 экипаж мүшесі бар еді. Бірақ көп ұзамай онымен байланыс үзіледі. 8 ай өткеннен соң Қытайдың балық аулау қызметі кемені тауып, портқа сүйреп әкеледі. Бірақ бортта бар болғаны 11 адам ғана қалған. Луронг Ю-26-82 ашық теңізде ұзақ уақыт жүзуге қабілетті кеме болатын. Алайда ол белгіленген мерзімнен ерте қайтып оралғанда, оны портта туыстарынан бөлек оңдаған полиция көлігі мен кеменің иесі болып табылатын компания өкілдері күтіп тұрды. Кеме жағаға жеткенде аман қалған экипаж мүшелеріне туыстарымен сөйлесуге тыйым салынды. Оларды бір-бірден кемеге шығарып, қолдарына кісен салып, бөлек полиция көліктеріне отырғызды. Жиналғандар сұрақ қойғанымен полиция ешқандай жауап бермеді. Кейін тергеушілер кемеге кіріп, тексеріс жүргізе бастады. Алғашқы қарағанда барлығы қалыпты көрінді. Бірақ мамандар люминол атты химиялық затты шашқанда қорқынышты шындық ашылды. Кеме қанға боялған еді. Қан іздері бүкіл палубаны, қабырғаларды, еденді жапқан. 22 экипаж мүшелері қайда кетті? Оларға не болды? Аман қалғандары қандай құпияны жасырып отыр? Нағыз кальмар ойыны осы шығар. Ендеше бұл күдікті оқиғаны бірге талқылайық. Лүпіл басып, видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Бұл оқиға 2 жылға созылған тергеуге ұласты. Қытайдағы Шидауа порты Сары теңіздің жағалауында Шандун түбегінде орналасқан. Бұл елдегі маңызды балық аулау орталықтарының бірі. Мұнда балық аулайтын кемелер жасалынып, жөндеуден өтеді. Шидауа сонымен қатар өнеркәсіптің орталығы болып табылады. Осы портта 2000 жылы дәл осы Луронг Ю-26-82 кемесі алғаш рет суға түсірілді. 2010 жылға дейін ол 4 сәтті сапарды аяқтап, ашық теңізде жұмыс істеу тәжірибесін жинақтаған. 2010 жылдың 25 қазанында Луронг Ю оңтүстік Тынық мұхитына 2 жылдық экспедицияға аттануға тиіс еді. Бірақ экипаж мүшелерінің жетіспеушілігіне байланысты сапар кейінге шегерілді. Себебі адамдар үшін белгісіздік пен қауіп-қатерге толы 2 жылдық теңіз сапарына бару оңай шешім емес еді. Кемені басқаратын Singfa Aquatic Foodstuff компаниясы экипаж жинауда қиындыққа тап болды. 2 жыл бойы ашық теңізде жүру көпшілікке қорқынышты көрінді. Сондықтан компания мынандай амалдарды қолданды. Ұсыныс бағдарламасын енгізді, яғни экипаж мүшелері өз достарын жұмысқа шақырып, сыйақы ала алады. Сонымен қатар жалақыны көтеріп, жағдайды жақсартты. 2 жыл ішінде тегін тамақтандыру ұсынылды. Әр экипаж мүшесі тұрақты түрде жалақы алып, жылдық табысы 45 000 юан, ай сайын 3750 юан беріледі деп уәде етілді. 2010 жылы Қытайда орташа жалақы 35 000 юан болған. Яғни бұл ұсыныс көпшілік үшін тартымды болды. Осы шаралардың арқасында 2 айдың ішінде 35 адамдық экипаж жиналды. Кеме теңізге шықпай тұрып, Шидауа портында 1 ай тұрды. Жаңа экипаж мүшелерінің кейбірі осы уақыт бойы кемеде өмір сүрді. Солардың бірі Ян. Ол досының ұсынысымен жұмысқа алынды. Кемеде аспаз болып жұмыс істеді. Басында барлығы жақсы еді. Бірақ бір күні түнде Ян кенеттен оғаш әрекеттер жасай бастады. Адам өлтіру деп айқайлап палубаға жүгіріп шықты. Экипаж мүшелері қорқып қалды. Кейбірі каюталарына тығылып сыртқа шығуға қорқып тұрды. Ал батылдау жігіттер кемені түгел тексеріп шықты. Бірақ ешқандай күдікті нәрсе таппады. Ян түн ортасына дейін тынышталмады. Капитан Лидің шыдамы таусылып, оны каютаға шақырып жеке сөйлесті. Біраз уақыттан кейін Ян сабасына түсті. Капитан экипажға оның жақында анасынан айырылғанын, сондықтан психологиялық күйзелісте жүр екендігін айтып түсіндірді.
Мұны естіген команда мүшелері біраз тынышталды. Түнгі сағат 1-де кейбір экипаж мүшелері қарындары ашып ас үйге тамақ іздеуге барады. Бірақ Янды орнынан таппайды. Бүкіл кемені аралап еш жерден таппағаннан соң олар жағалауға шықты. Сөйтсе Ян теңізге секіріп кеткен екен. Бақытына орай оны жақын маңдағы балық аулаушылар көріп қарып алған. Капитан Ли бұған қатты алаңдап Янды үйіне қайтарып жібереді. Біраз күннен кейін Ян қайтадан кемеге оралуға талпынады. Бірақ капитан оны қайта жұмысқа алмайды. Оның орнына Ци-Юн атты жаңа аспаз келеді. Жаңа аспаз келген соң бір экипаж мүшесі жеке себептермен жұмыстан шығып кетеді. Осылайша команда 35 адамнан 33 адамға қысқарады. 2010 жылдың 27 желтоқсанында Лурон Кью 26-82 кемесі ресми түрде теңізге шығады. Күндізгі 12:28-де сапардың басталғаны жарияланады. Капитан Лидің басшылығымен 33 экипаж мүшесі бар кеме 2 жылдық саяхатқа аттанды. Кемедегі 33 адамның 18-інде теңізде жүруге арналған ресми құжаттары болмады. Яғни олардың кемеде болуы заңсыз еді. Сондықтан халықаралық суларға шықпас бұрын бұл адамдарды уақытша кемеден түсіріп, тексеріс өткеннен соң қайтадан шағын қайықпен бортқа қайтарды. Көптеген экипаж мүшелері үшін бұл алғашқы теңіз сапары еді. Бірақ уақыт өте келе барлығы су үстіндегі өмірге бейімделе бастады. Кемеде әртүрлі жастағы әр аймақтан келген адамдар жиналған болатын. Экипаж мүшелері Қытайдың түкпір-түкпірінен, Далян қаласынан, ішкі Моңғолиядан, сондай-ақ кеменің туған аймағынан Шандуннан келді. Кейбір адамдар бұл сапарға еріксіз тап болып жатса, кейбірі өз еркімен жазылғандар. Кемеге мінген кезде әр адам өзімен бірге шектеулі ғана заттар ала алады. Бірақ Лю есімді бір жігіт бірнеше мың юан несие алып, 165 қорап темекі сатып алды. Бұл әрекеті басқаларға оғаш көрінді. Бірақ ол шылым шегуден ешқашан бас тартпайтынын айтты. Ли өте жомарт адам болды. Хуанзи мен Ли жақын дос болып кетті. Хуанзи кемеге мінгеннен кейін ғана шылым шеге бастады. Ал Лю оған темекіні тегін беріп отырды. Екеуінің қарым-қатынасы аға інідей болды. Экипаж мүшелерінің көбісі мұнда өз қалауларымен емес, қарыздарынан құтылу үшін немесе отбасына көмек көрсету үшін келгендер. Кеменің басты мақсаты Перу жағалауына жетіп, кальмар аулау. Бірақ оған жету үшін 2 ай қажет. Осы уақыт ішінде экипаж мүшелері карталар ойнап, болашақ жоспарларын талқылап уақыт өткізді. Біреуі жаңа көлік алуды, енді бірі ақшаны түгел жұмсап жіберуді, ал кейбіреулері барлық қарыздарын өтеп, тыныш өмір сүргісі келетінін айтты. Осылай кеме 2 айдан соң Перу жағалауына жетеді. Осы уақытта экипаж аймақтық топтарға бөлініп кеткен еді. Далян тобы кемені басқаруға жауапты. Моңғолдар тобы ана тілінде сөйлеп жүретіндер. Шығыс тобы Лю басқаратын 5 адам. Қалған 12 адам ешбір топқа қосылмады. Кальмар аулау түнде басталды. Қуатты прожекторлар суға жарық түсіріп, кальмарларды бетінен жоғары шығуға мәжбүрледі. Бірақ бұл жұмыс өте қауіпті әрі қиын еді. Кальмарларды арнайы машиналармен ұстап, қолмен тартып шығару керек. Кейде салмағы 100 килограммнан асатын алып кальмарларда кездесті. Оларды 2 адам жабылып әрең шығаратын. Ең қиыны теңіздегі ылғалдылық. Қолдар жұмсарып, губка секілді жұмсақ болып кетеді. Бұл өткір пышақтармен жұмыс істегенде өте қауіпті. Бірақ ең қорқыныштысы кальмарлардың шиқылдаған дыбысы еді. Бұл оқиға Қытай балықшыларының ауыр тағдырын баяндайды. Жүздеген қайнаған шайнектің дыбысы құлағыңызда шыңқылдап тұрғандай. Жұмысшылар бұл шумды мүмкіндігінше тез тоқтатуға тырысады, өйткені ол адамды есінен танытырады. Бірақ олар дыбысты басқанмен жағымсыз иістен құтыла алмайды. Терең теңіз кальмарлары аммиакқа толы, сондықтан кеме іші лас, дәретхана секілді сасиды. Күні-түні тоқтаусыз еңбек етіп, балықшылар кальмарларды өлшеп, тазалап, мұздатады. Шағындарын біртіндеп мұздатса, ірілерін бөліп қояды. Күн сайын 15 килограммдық оңдаған ауыр жәшіктерді тасиды. Егер аз болса, жұмысшылар жалақысынан айырылады. Жұмыс тоқтаусыз 16 сағаттан аптасына 6 күн, кейде 3 тәулік бойы ұйқысыз еңбек етуге тура келеді. Лю кеменің ең үздік балықшысы. Ол 3 айда 26 тонна кальмар аулап, басқалардан 2 есе көп жұмыс істеді.
Алғашында Лю әлсіз болып қиындыққа төзбеді, бірақ үздіксіз еңбектенді. Уақыт өте келе теңізшілердің қажуы сезіле бастады. Күн сайынғы ауыр жұмыс, шаршау, ыстық прожекторлардың астында жүру бәрі қажытып жіберді. Ең қиыны жалақы мәселесі. Кеме иелері теңізшілерге 45 000 юан жалақы уәде еткен. Бірақ шын мәнінде олар ай сайын тек 1000 юан алып отырды. Қалғаны 2 жылдан кейін ғана төленеді деп айтылды. Лю айына 3755 юан табу керек болғанымен, оның табысы 3400-ден аспады. Теңізшілер бұл әділетсіздікке шағымдана бастады. Бірақ капитан Ли ешкімді тыңдамады. Тіпті ауырып қалған жұмысшыларға көмек көрсетілмеді. Лю мен оның серіктестері капитан Лидің оларды ешқайда жібермей, тіпті жалақыларын толық бермейтінін түсінгеннен соң, олар бүлік шығаруды шешеді. 2011 жылы 16 маусымда теңізшілер капитан Ли мен оның адамдарын басып алып, кемені Қытайға бағыттауды талап етеді. Лю капитанды жарақаттап, оны орындыққа байлап тастайды. Экипаж капитанның бұйрық беруін күштеп талап етті. Аспаз Ця бүлікшілерге қарсы шықты, бірақ оны өлтіріп, теңізге лақтырып жіберді. Осыдан кейін кемедегі билік Лю мен оның серіктестерінің қолына өтті. Лю кемедегі кез келген күдікті әңгімені тыңдап, бүлікшілердің арасында сатқындар бар деп алаңдай бастады. Лю ешкімге сенбегендіктен барлығын, тіпті өзін хабардар еткен адамдарды да өлтіруге бұйрық берді. Кеме ішінде болып жатқан қанды оқиғаларды жасыру үшін қатты музыка қосылды. Бірақ бұл жағдайды одан сайын үрейлете түсті. Музыканың үстінен ақ айқайлар естіле берді. Лю өзін өлтіруге әрекет жасамақ болғандардың көзін жойдым деп ойлап тоқтамайды. Ол бүлікке ойын элементтерін қосып, адамдарға таңдау ұсынады. Суық теңізге акулаларға талану немесе пышақтан өлу. Лю есін жоғалтып, барған сайын қатыгез бола түседі. Ол әлі қанға қолын былғамаған 2 адамды шақырып, оларға тапсырма береді. Капитанның серіктестерінің бірінен банк картасы бар жоғын сұрау. Егер жоқ болса, оны өлтіру керек. Екеуі капитан серігінің біріне шабуыл жасап, оны қансыратып, кеменің бортына итеріп шығарады. Лю келіп, әлсіреген теңізшіні бір теуіп, теңізге құлатады. 2 шілде күні басталған қанды қырғын 4 шілде кешіне қарай жалғасады. Алғашқында жоспар 6 адамды өлтіру болғанымен, ақыры 9 адам өлтіріледі. Бірақ көп ұзамай тағы бір теңізші жоғалады. Жас студент Маи Южао жүйкесі сыр беріп, өз еркімен теңізге секіріп кетеді. Бұл жағдайдан кейін бүлікшілер Қытайға қайталмайтындарын түсінеді. Олардың жалғыз амалы Жапонияға қашу. Лю экипажды палубаға жинап, барлығына үйіне спутниктік телефон арқылы қоңырау шалып, туыстарынан 5000 юан сұрауды бұйырады. Лю бұл ақшаның Жапонияға жету үшін керек екенін айтады. Бірақ теңізшілер оған сенбейді. Көпшілігінің ондай ақшасы жоқ. Әйтпесе олар 2 жылға теңізге жұмыс істеуге шықпас еді. Бұл жағдайға экипаж мүшелерінің наразылығы арта бастайды. Монғолдар тобының басшысы Баоде Людің шын мәнінде барлығын Жапонияға апармайтынын түсініп, капитан Лиге барып жағдайды түсіндіреді. Капитан Ли бұл оқиғалардан бейхабар еді. Өйткені кемеде қанды қырғын болып жатқанда ол өзінің каютасында байланып отырған. Осыдан кейін капитан Ли ақыры Людің жағына өтеді. Лю өзінің жақтастарын жинап, Баоде мен оның адамдарын өлтіру жоспарын құрады. Олар Баодені бірнеше жерінен жарақаттап пышақтайды. Ақырында ол да теңізге секіреді. Оның соңынан Людің бұйрығымен монғолдардың қалған мүшелері де теңізге лақтырылады. Осылайша Лурон-Кю 26-82 кемесінде 11 адам қалады. Ал бастапқы 33 адамның көбі қайтыс болады. Осы уақыттарда кеменің қозғалтқыштарының бірі істен шығып, кемеге су кіре бастайды. Осыдан кейін капитан мен қалған экипаж мүшелері көмек шақыруға мәжбүр болады. Қанды қырғынды қылмыстарын жасыру үшін капитан Ли аман қалғандарға қағаз парағын беріп, ойдан шығарылған оқиғаны жазғызады. Баоде және оның адамдары бүкіл экипажды өлтіріп қашып кетті. Біз тек тірі қалған 11 адамбыз, дейді. Жағдайды қиындатқан табиғи апат болды. Тынық мұхитының батыс бөлігіне тайфун соққандықтан құтқару операциясы кешіктіріледі.
Тек 29 шілдеде Қытайдың құтқару кемесі Луронг Юді сүйреп Қытайға қарай бет алады. 12 тамызда кеме Шидао портына жеткізіледі. Портта оларды бірден полиция қызметкерлері, жедел жәрдем және арнайы жасақ күтіп тұрады. Бірден олардың қолдарын артқа қайырып, барлығын жеке-жеке полиция бөлімшесіне алып кетті. Тергеу барысында Лю экипаж мүшелерінің барлық отбасыларының мекен-жайларын жинап, кімде-кім шындықты айтса, олардың туыстарына қауіп төндіретінін айтқан. Бірақ полиция тергеу барысында қан іздерін анықтап, олардың ДНК-сы өлтірілген экипаж мүшелеріне сәйкес келетінін дәлелдеді. Бұл күдіктілердің кейбірін шындықты айтуға итермеледі. Бірінші болып 19 жастағы Хуанзи мойындады. Ол сотқа дейінгі мойындау жазасынан жеңілдету мүмкін болар деп үміттенді. Ақырында сот барысында бүкіл аман қалған 11 адам өз кінәсін мойындады. Бірақ Лю соңына дейін кінәсізбін деп шықты. 2012 жылдың қарашасында іс Қытай сотына жіберді. Сот процесі 8 айға созылды. Бұл оқиға көпшілікке белгісіз күйінде қалмады. Алыс жол атты фильмі түсіріліп, 2022 жылы Қытайдың мемлекеттік радиосы мен теледидардан осы фильм көрсетіле бастады. Ал тұтқында болған 11 адамның санасында ашық теңізде адам өлтіру қылмыс емес деген ой болды. Міне достар, нағыз кальмар ойыны деп осыны айтсақ болады. Шытырманға толы бұл шығарылым да өз соңына жетті. Бейнеролик ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.